адамдар сізбен бірге қашан дұшпан болады білесіз ба? Сіз оның қалтасындағы қаражатқа түскенде дұшпан болады сізбен. Сіз онымен билік бөліскенде сізбен дұшпан болады. А былай ешкімге не емес. Әркім өзінің бетімен жүрсе, өз ісімен жүрсе, ешкімге дұшпан болмайды. Сізбен екеуміздің арамыздың не бұзады? Дүние бұзады. Мынандай бір мысал айтылады. Арыстан, қасқыр, түлкі үшеуі аңға шыққан екен. Сонымен бір киік, бөген, бір қырғауыл, бір қоян алыпты дейді, үшеуі. Содан арыстан айтты дейді, қасқыр, сен тәжірибесі бар үлкен аңсың ғой, кәнім бөліске сал дейді. Содан қасқыр айтқан екен, оның несі бар бөлісетін? Сіз киікті жейсіз, мен қырғауылды жеймін, мынау қоян жей берсін дейді. Содан арыстан алдында отырған қасқырды ұрған екен дейді, құлақ шекеден көзін ағызып жіберген. Содан түлкіге қарап айтты, тән түлкі бөлші деп. Содан түлкі айтты, түскі асқа киікті жеңіз, түстен кейін қырғауылды жеңіз, кешке жатарға жеңіл болсын тауық қоянды жеңіз деді. Сонда арыстан айтқан екен дейді, түлкі саған қашаннан бері ақыл кірді деп. Сонда түлкі айтқан екен дейді, қасқырдың көзі аққаннан бері кірді ақыл маған дейді. Бұны біздің ауылдың шалдары айтатын, жігіттер, абай болыңдар, жүрген жігіттердің арасын дүние ашады деп. Сол мысалды айтатын бізге кішкентай бала кезімізде. Жігіттердің арасын, бауырлардың арасын бұзатын нәрсе дүние. Сен қашан артығын алам деп көрпеңді өзіңе қарай татқаннан сен анау ата дұшпан болып шығады. Парсының патшасы болған Кисра. Ол Кисра Парсыны билегендерді Кисра деп айтады. Ол Кисра бір әкім тағайындапты бір аймаққа. Сол әкім бір шаруаның жерін тартып алды. Екші жоқ тартып алған. Содан кейін шаруа диқан бейшара патшаны іздеп келген. Патшаның құзырына кіріп айтты. Ана әкімнің үстінен айтар шағымым бар. Әкемнің 20 жыл, менің 20 жыл пайдаланатқан жеріміз тартып алды. Анаған айт қайтып берсін деген жеріміз. Сол патша түлкі бұлғаққа салған. Сен 20 жыл пайдаланыпсың, әкең 20 жыл пайдаланыпты. Менің әкімім 1 жыл пайдаланса не болады еді? Өлдіңдер ме? 40 жыл қызығын көріпсіңдер ғой. Бізде көрейік 1 жыл қызығын. Деп бергісі келмеген. Сонда шаруа былай деп айтқан екен дейді. Оның інісі бар екен, өзінің бауыр таққа таласып жүрген. Бахрам деген. Айтты, онда сіз Бахрамға берсеңізші билікті 1 жылға деп. 10 жылдан бері 33 жерде. 1 жыл беріңіз, бөлісіңіз деп. Патша орнынан тұрып кеткен екен дейді. Сен қалай сөйлейсің деп. Уәзірін шақыртып айтқан екен, ана дереу жерін қайтарыңдар деген. Сый сияпатымен шығарып салыңдар деген. Сондықтан ұмытпаңыздар, адамдардың арасындағы дұшпандық дүниеден туады. Дүниені дұрыс бөліспеуден тұрады. Сіз қашан олардың қолындағы қызыға бастасаңыз, сізбен арасы ашыла береді, бұзыла береді. Ал сіз адамдардан еш нәрсе сұрамасаңыз, адамдардың билігіне, ақшасына еш қызықпай әрекет жасап жүрсеңіз, сізден жақсы адам болмайды. Мәселен, сіз көптен араласып жүрген адамнан ақша сұрасаңыз, бір сұраңыз. Екінші рет бұрап сұраған еді, сен не сұға үйресің бе? Қадірің кетеді. Жақсы араласып жүрген адамыңнан қызмет сұрасаң да қадірің кетеді. Себебі сен, ол бергісі келсе саған былай да береді. Сен неге сұрап жүрсің? Егер саған көңілі толса, сен осыны жасай ғой деп саған береді. Бәрі сөйтіп ойлайды ғой. Бәрі солай ойлайды. Сондықтан ағайынның арасы бұзылмасын десеңіз, бауырлардың арасы бұзылмасын десеңіз, дүниеге қатты көңіл бөлмеңіз. Ағайынның арасын жақсы ұстау үшін, бауырлардың арасын жақсы ұстау үшін тіршілік жүрсін десеңіз, дүниенің бетіне қарамаңыз. Себебі бүгін бар, ертең жоқ нәрсе.
А бірақ соның арқасында сіздің, менің, оның кім екендігі байқалып қалады шынында. Шынында қандай адам екендігі маскасы шешіледі біздің тілмен айтқан кезде. Сен әшейін-ақ екенсің деп қолың бір сілтеп кетесің де қаласың. Сондықтан құрметті ағайын, Алла тағала баршамызға дүниеде де, ақыретте де Алла тағаланың рахымында, жәннатында болуды нәсіп етсін.